Сәлеметсіздер ме? Бұл бейнеролик биология пәні бойынша 10-шы сыныптарда білім берудің жаңартылған мазмұнын енгізуді қолдауш мақсатында әзірленген. Ұсыныстар бірінші тоқсанда оқу мақсаттарын іске асыруды қамтиды. Бағдарламаның жаратылыстану математикалық бағытта оқу мақсаттарын қарастырайық. Биология бойынша бірінші тоқсанның мазмұны 3 бөлімді қамтиды. 11A молекулярлық биология және биохимия, 11B жасушалық биология және 11C қоректену. Бөлімдер слайдта көрсеткен оқу мақсаттарынан тұрады. 10-шы қоғам гуманитарлық бағыттарының мақсаттарымен танысайық. Биология қоғам гуманитарлық бағытында бірінші тоқсан мазмұны 2 бөлімді қамтиды. 11A молекулярлық биология және биохимия, 11B жасушалық биология. Бөлімдер слайдта көрсеткен оқу мақсаттарынан тұрады. Ұзақ мерзімнің әрбір бөлімі бойынша оқу мақсат бастар алдында оқушылардың алдын ала білімдеріне жүгіну керек. Мысалы, слайдта көрсетілгендей, бірінші тоқсанда молекулярлық биология және биохимия бөлім бойынша оқушыларда физика мен химия курстардан судың қасиеті туралы білімдері болу керек. Ал 8-9 сынып биология курсынан жасушаның химиялық құрылысы, нәруаздар, майлар және көмірсулар, ДНК репликация туралы білімдері болу керек. 7-ші сынып оқушылары молекулярлық биология бөлімінен тірі ағзалар үшін судың қасиеттерінің мәнін сипаттау керек. Жасушалық биология бөлімі бойынша оқушылардың жасуша құрылысы туралы білім болу қажет. Ол 8-9 сынып курсымен қамтылады. Жасуша, ұлпа, мүшелер жүйесі түсініктерін білу керек. Бұл бөлімде электрондық микроскоппен көрінетін жасушаның органоидтарын қарастырады және олардың функцияларын қарастырады. Қызметін. Оқушылар жасушалық мембрананың құрылымы, қасиеті және оның қызметі арасында сұйықтық мозаика моделі қолдана отырып байланыс орнатады. Осылайша жасушаның органоидтар туралы мүлдем жаңа білімді қалыптастыру оқушылардың бұрыннан бар біліміне негізделуі тиіс. Қоректену бөлімінде бірінші тоқсан тек ЕМН бағытында қарастырылады. Осы бөлімде жүзеге асыру үшін оқушылардың жүрек қан тамыр жүйесі туралы 7-ші және 8-ші сыныптан, өсімдіктердің қоректену туралы 6-ші және 8-ші сыныптан, ферменттер туралы 9-ші сыныптан білімдері қажет. Бұл бөлімде оқушылар әртүрлі жағдайлардың ферменттердің белсенділігіне әсерін зерттейді. Жасушалық биология бөлімін оқу кезде оқушылардың жасуша құрылысы туралы білімдерін ескеру қажет. Олар 6-9 сынып курсынан жасуша, ұлпа, мүшелер жүйесі түсініктерін жақсы түсінеді және тағы да басқа білімдері бар. Осы тарауда оқушылар электрондық микроскоппен көрінетін жасушаның органоидтарының құрылымы мен қызметтерін қарастырады. Оқушылар жасушалық мембрананың құрылымы, қасиеттері және қызметтері арасында сұйықтық мозаикалық моделін қолдана отырып байланыс орнатады. Осылайша жасушаның органоидтар туралы мүлдем жаңа білімдер қалыптастыру бұрыннан бар білімдеріне негізделуі тиіс. 3-ші 11C тарауы қоректену. Ол бірінші тоқсанда тек жаратылыстану математика бағытында қарастырылады. Осы бөлімде жүзеге асыру үшін оқушылардың жүрек қан тамыр жүйесі туралы 7-ші 8-ші сыныптан келе жатқан, өсімдіктер қоректену туралы 6-ші 7-ші сыныптағы білімдері және ферменттер туралы 9-ші сыныптағы білімдері қажет. Ал бұл бөлімде оқушылар әртүрлі жағдайлардың ферменттерге олардың белсенділігіне әсер ететін факторлар зерттейді. Бұл бөлім оқушылардың химия курсынан алған білімдермен қатты байланыс бар.
Келесіде нәруыздардың құрамы бойынша жіктелуі, нәруыздардың құрылымы деңгейі мен құрылысы, нәруыздардың денатурация, ренатурация процестері, зертханалық жұмыс, нәруыздардың құрылымына әртүрлі жағдайлардың әсері туралы оқу мақсаттарын қарастырайық. Пән бойынша оқыту кезіндегі академиялық тілдің қалыптасуы мен дамуына аса назар аудару қажет. Ол пән мазмұнының зерттелуіне және ойлау және ұғымдық жұмыс істеу қабілетін жақсартудың негізгі құралы болып табылады. Слайдта тілдік мақсатты жүзеге асыру мысалы көрсетілген. Сабақтың басында оқушылардың тақырыпқа деген қызығушылығын арттыру үшін сабақты слайдтағы сол жағында көрсетілген концептуалды ынталандыру сұрақпен немесе слайдтың оң жағында көрсетілген топтарда немесе жұптарда талқылауға сұрақпен бастауға болады. Оқу мақсатын іске асыру кезде тақырып бойынша терминологияны қолдана отырып және жеке топтық жұмыс жасау арқылы концепт карта құрылу ұсынады. Сабақты қызметті ұйымдастыру кезінде оқушылар бағалау критерийлермен таныс болу керек. Жеке жұмыс жасау үшін одан әрі оқушыларға Пикидің кітабы бойынша нәруыз құрылымы мен қасиеттерін таныстыруға дидактикалық материал ұсынылады. Топтық жұмыс ұйымдастыру үшін сілтеме бойынша концепт карта жасау ұсынылады. Сілтеме Green, Stout, Taylor биология кітабы бойынша берілген. Пикеринг ұсынылған оқулық материалдарында нәруыздардың алуан түрлігі көрсетілген. Онымен байланысты мысалдар сәтті келтірген. Және альбумин, коллаген, глобулин, миозин, актин, меланин, гемоглобин және қажет болған жағдайда қосымша материалдар берілген. Осыдан кейін оқушыларға құрамы, құрылымы және қызметтері бойынша нәруыздарын жіктелуін өз бетінше кластерге толтыру ұсынылады. Зертханалық жұмыс нәруыздың құрылымына әртүрлі жағдайлардың әсері. Оқу мақсаты 14.1.5 түрлі жағдайлардың нәруыздар құрылымына әсерін зерттеу. Бұл жұмыс барысында нәруыздардың денатурациясы, ренатурациясы процестері қарастырылады. Жұмыс мақсаты мен гипотеза анықталады. Жұмыс мақсаты нәруыз құрылымына әртүрлі температура мен әртүрлі pH әсерін зерттеу, тәуелді және тәуелсіз айналмаларды анықтау, гипотеза қалыптастыру, оның нәтижелерін сөздік және графикалық түрде ұсыну. Айналмалы деген ұғыммен танысайық. Факторлар мен манипуляция жүргізілетін зертханалық жұмыстарда айналмалы деген ұғым болады. Айналмалы экспериментті факторлар немесе көрсеткіштер. Тәуелсіз айналмалы эксперимент барысында өзгеретін айналмалы фактор немесе әсер ету факторы. Тәуелсіз айналым мен нені өзгертемін деген сұрақ арқылы ашылады. Тәуелді айналмалы, тәуелсіз айналмалы өзгеру кезінде өзгеретін фактор, өлшейтін нәрсе. Бақыланатын немесе бақыланатын айналмалы мен өз зерттеуімде нені сақтап тұрамын деген сұраққа жауап беру арқылы анықталады. Зертханалық жұмыстың келесі бөлімі зерттеу жүргізу үшін қажетті құрал жабдықтарды анықтау. Құрал жабдықтар слайдта көрсетілген. Қауіп қатерлерді бақылау мынандай түрде жүргізіледі. Ұсынылған құрал жабдықтар немесе материал оқушылардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне ықтимал қауіп қатерді болуын анықтау қажет. Оны осындай кестеге жазады.
Жұмыс барысы слайдта көрсетілген. Зерттеу барысында алынған нәтижелер кесте мен диаграмма түрінде ұсыну қажет. Бұл ретте тәуелсіз айналмалы мәндері кестенің бірінші бағанасында көрсетілуі тиіс, ал тәуелді айналмалы мәні келесі бағанаға енгізілуі тиіс. Слайдта зерттелген температура диапазоны мен нәтижелер бар кесте көрсетілген. Нәруз құрылымына pH әсерін зерттеу кезінде слайдта көрсетілген рет бойынша эксперимент жүргізу ұсынылады. Келесі слайдта нәруз құрылымына және оның нәтижелеріне түрлі ерітінділердің әсер ету кестесі көрсетілген. Жұмыс барысы. Практикалық жұмысты бақылау, қорытынды бағалау және талдау үлгісі келесі екі слайдта көрсетілген. Зертханалық жұмыс іске асыру үшін келесі виртуалды зертханалық жұмысты да көрсетуге болады. Назарларыңызға рахмет.